Жер шары екі үлкен бөліктен тұрады: материктер мен мұхиттар. Материктер құрлықтың ірі бөлігі. Жер бетінде 6 материк бар: Еуразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік Австралия, Антарктида. Әр материктің табиғаты ерекше. Еуразия ең үлкен материк, ауданы шамамен 54 000 км. Мұнда әлемнің ең биік нүктесі Эверест шыңы орналасқан. Бұл жер шарының ең керемет көріністерінің бірі. Африка ауданы 30 000 км, ең ыстық материк. Мұнда әлемдегі ең үлкен шөл Сахара бар. Сахараның шегінде тұрғанда шөлдің кеңдігі мен құмды дюнасы таң қалдырады. Солтүстік Америка ауданы 74 000 км. Мұнда бұл материктің табиғаты керемет және алуан. Оңтүстік Америка ауданы 18 000 км, Амазонка өзені және қалың тропикалық ормандармен танымал. Амазонка көптеген жануарлар мен өсімдіктерге ия болып табылады. Антарктида мұз басқан ең суық материк, ауданы 14 000 км. Мұнда температура өте төмен, бірақ экосистема ерекше. Австралия ең кіші материк, ауданы 7-6 000 км. Кенгуру мен коала сияқты ерекше жануарлармен белгілі. Австралияның табиғаты мен мәдениеті таңғалдырады. Жер бетінің көп бөлігін мұхиттар алып жатыр. Мұхиттар планетамыздың басты су айдыны, өмір сүру үшін маңызды ресурс. Тынық мұхиты ең үлкен әрі ең терең мұхит, ауданы 179 000 км. Оның тереңдігі мен байлығы жайындағы ақпараттар танымал. Атлант мұхиты Еуропа мен Америка құрлықтарын бөліп жатыр, ауданы 92 000 км. Оның жағалауында көптеген тарихи қалалар орналасқан. Үнді мұхиты Азияның оңтүстігінде орналасқан, ауданы 76 000 км. Бұл мұхиттың жылы сулары көптеген теңіз өмірінің ортасы. Солтүстік мұзды мұхиты мұз жамылғысымен ерекшеленетін ең кіші мұхит, ауданы 14 000 км. Мұнда климаттық өзгерістер үлкен әсер етуде. Материктер мен мұхиттар жердің ажырамас бөлігі. Олар табиғаттың тепе-теңдігін сақтап, бүкіл тіршіліктің дамуына үлкен әсер етеді.